Сәлем достар! Қазақ халқының би мәдениеті, оның лексикасы тек қана халық әуендері, ырғақ арқылы қалыптасқан жоқ. Ауыз әдебиеті арқылы, қолданбалы өнері, тілі, салт-дәстүр арқылы қалыптасқан. Бүгін ерекше қол қалыптарына тоқталамыз. Оған қошқар мүйіз, кереге көз, үлкен сыйлық, қызғалдақ, тағы басқа қол қалыптар жатады. Бүгін білезікке тоқталамыз. Ол қыз-келіншектердің әшекей бұйымын сипаттайды. Білезік екі қолдың білезіктен қосылған екі басы саусақтары ашыла жанына қараған бағытта. Кеуденің алдында бірінші қалып деңгейінде ұсталады.